Жұбайым өліп панасыз жалғыз қалдым. Сырласу. Ер адамның көркі әйел. Әйелің жаныңда болса әлем өзгеше құлпырып сұлулана түседі ғой. Қиын болып көрінген уайым қайғыда әйеліңнің қасында жоғалып кететіндей. Қазір маған қатты қиын, білемісің? Жайқалған гүлім қайтыс болғалы өмірім күрт өзгеріп шықты. Гүлім үйде болғанда есікті теуіп ашып, еш ойланбастан балалардан жасқанбастан жүретінмін. Ал қазір ше. Үйіміз қақаған суық. Жоқ, жанып тұрған от бар ғой. Бірақ жарымның, гүлімнің жылуы жоқ. Балам не дейді екен? Келінімнің алара қараған көздерінен қорқып, жаутаңдап отырамын. Бұл неткен қасірет. Гүлім екеуміз жастық шағымызда танысып, бір-бірімізді жақсы көріп шаңырақ көтердік. Соңғы 30 жыл өмірімнің ең бақытты жылдар болған екен. Гүлімнің күлімдеп қарағаны, келіспей ұрсып қалған сәттеріміз, бірге отырып ыстық шай ішіп, әңгімелескен сәттер бәрі керемет кездер екен ғой. Дүниеге жалғыз ол, 2 қызымыз келді. Алғаш ұлым келген сәтте шексіз қуанып ұлан асыр той жасадық. Есімін Қамқор деп қойғанбыз. Қартайған шағымызда бізге қамқор болып, қуаныш сыйлап жүрсін деген ниетпен ғой. Ал қазір сол қамқорымыз қайда қалды? Бір әйелдің жетегінде кетті. Әйелім ұзақ уақыт ауырып жатты. Кеуім, балаларым, отбасым деп жүріп өзін ұмытты. Уақытылы тексеріліп қаралмағандықтан ауру асқынып төсек тартып жатып қалды. Ауруханада жатқан кездерде үйде тыным таппай, шай батпай күнде соған баратынмын. Оны көрсем көңілім жайланып, жазылатын үміттеніп қайтатынмын. Бірақ сол үмітім түпкілікті үзілді. Гүлімді жер қойнауына тапсырған соң өмірім күрт өзгеріп шықты. Күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылдым. Немерелерім жүгіріп келіп бетімнен сүйсе жүрегім елжіреп, гүлімім есіме түседі. Кейде оның көйлектерін қайта иіскей беремін. Еден сықыр етсе оның жүрісін танып, келе жатқандай болады. Бірақ ол келмейді. Жаназадан кейін қыздарымыз өзінің құттиясына қонып, ал үйде үлкен ұлымыз Қамқор келін әкелді. Бірақ бұлардың да мәмілесі өзгерді. Бала күнді жұмыста, немерелер мектепте, үйде келін екеуміз ғана. Ыстық шай беруді ұмытты. Қатқан нан мен суған шай ішемін. Гүлім барда киімімде бірде-бір дақ болмайтын. Ал қазір сасып кеткен киімді киіп жүруге мәжбүрмін ғой. Келін киімді жууды ұмытқаны қашан. Анда-санда қыздарым келіп киімді жуып, шаштаразға апарып сақал шашымды әпереді. Келген сайын жылап кетеді. Үйге кетейін әке, өзім қарайым деп айтқанымен, арғы жағында ата енесі кеуінен аса алмай қиналып қайтады. Мен үшін балаларымның отбасының бұзылғанын қаламаймын. Менде үнсіз бәрі жақсы деп отырамын. Өмірім осы. Мейірімсіз ұл мен қатыгез келіннің қас-қабағына қарап өмір сүріп жатырмын. Ыстық тамақ бермесе де, кіргем киіп жүрсем де, тек үйден қуып шықпаса екен. Гүлім екеуміз қиналып жүріп тұрғызған үйімізден кетіп қайда барам? Үйдің әрбір бұрышы сені есіме түсіреді. Қабырғасын ұстасам сені құшақтағандай болам ғой. Бұл үйден кетіп қайда барам? Маған кім пана болады? Гүлім, сені шексіз сағындым. Сенің иісіңді, қамқорлығыңды, ұрысқан сәттерімізді, бәрін шексіз сағындым. Сенің қасыңа баруға асықпын. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.